Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі жобамыздың тақырыбы жаһандану және оның қоғамға әсері. Жалпы жаһандану немесе глобализация деп бір мемлекет немесе белгілі бір аумаққа таралу емес, бүкіл әлемге таралуын айтамыз. Біздер Сәтия Ақтөбе қаласында орналасқан Назарбаев зияткерлік мектебінің білікті де тәжірибесі мол мұғалімдеріне сұхбат алуға бел буып отырмыз. Бірінші сұхбат беруші бұл Мұстафа Аян Төребекович. Толасай, бірінші сұрақ, сіздің ойыңызша жаһандану процесі дегеніміз не? Меніңше енді жаһандану процесі оны былай тұжырымдайтын болсақ, ол мысалы бір халықтың мысалы бір тіл мәдениеті емес, жаңағы бүкіл жер жүзінің мысалы халықтарына бүкіл мемлекеттерге бір мәдениет, бір мысалы тауар айналымы болсын, мысалы немесе тіл болсын, соны мысалы сол деңгейге жайлап мысалы келуі деп ойлаймын. Және екінші сұрақ, жаһандану сізге қандай оң әсерін беруде? Оң әсері ол деген жеке адам, мысалы мен өзімше мысалы ойлаймын, бір мәдениетпен, бір көзқараспен шектеліп қалмайсың, бірақ жаңағыдай бүкіл бір ауқымды, кең ауқымды түрде, мысалы глобалды түрде деп айтамын, жаһанды түрде мысалы көзқарасқа адам ие болады деп ойлаймын. Жарайды, ал сіздің ортаңыздың өзгеруіне жаһандану қаншалықты әсер етті? Енді біздің ортамызға қарайтын болсақ, әрбір мысалы айналамыздан мысалы өте өзгеріс көп, мысалы өнер жағынан болсын, мәдениет жағынан болсын, өнер жағынан мысалы көптеген жастар айналамызда мысалы олар тыңдайтын музыкасы, әндері, олар мысалы батыстан келген музыка немесе шығыстың музыкасы, және де мысалы біздің сол айтатын болсақ, өзіміздің қазақ мәдениетімізге соның әсері мысалы едәуір деп ойлаймын. Жарайды, ал сізге жаһандану қандай теріс әсерін айтып кетсеңіз? Теріс әсері ол өте мысалы енді неден бастайық, теріс әсері тілді айтайық, қазақ тіліне қандай әсерін тиеді. Негізі жаһандану кезінде мысалы басқа халықтың мәдениеті, басқа халықтың тілі, ділі ол мысалы жалпы мысалы бүкіл халықтарға әсер етеді. Енді сол сияқты біздің қазақ тілімізде көптеген мысалы жанынан келген сөздер, мысалы немесе жастардың бойына сіңірген сленг дейміз, иә, мысалы қазақ тіліне қосып сөйлеп жататын мысалы, ол да мысалы жағымсыз әсер деп ойлаймын. Өйткені тілдің жоғалуына ол әкеліп соғуы мүмкін. Жарайды, және соңғы сұрақ, сіздің ойыңызша болашақта жаһандану процесінің бүгінгі күні қарқынды жүруіне байланысты өзіңізге және ортаңызға қандай өзгерістер тигізеді деп болжайсыз болашақта? Жаһандану негізі осы қарқынды жүріп келіп, бұл бір шегіне жетсе, ауқымды, ол ертең бір жағынан жақсы да болады, бірақ бір жағынан да екінші жағынан мысалы жалпы әр халықтың, әр мемлекеттің өзіндік бір тұрыс сипаты өзгереді. Мысалы бір ерекшелігі деген болмайды, айталық қазақ халқы, орыс халқы деген, бірақ жалпыға бірдей мәдениет, бірдей киім үлгі, бірдей тіпті мысалы тілдің өзі бір тілде болуы мүмкін. Біз ағылшын тілі сол жаһандану осы үрдісін мысалы несі дейміз да, тілі дейміз. Ағылшын тілін оқып барлық жерде, мысалы Қытайға барсаңыз да, басқа еуропалық халыққа барсаңыз, мысалы Францияға барсаңыз, француз тілі керек емес, ағылшын тілін біліп, мысалы сіз жүре бере аласыз. Сол сияқты біз Қазақстанда қазір қараңыз, үш тілдік саясатына байланысты ағылшын тілін оқып жатырмыз. Мысалы осыған байланысты осы бір тіл болуы мүмкін, бір ерекшелік жайлап осылай жоғалуы мүмкін мемлекеттер арасында, халықтар арасында. Жарайды, рахмет. Көп сұхбатыңызға рахмет. Біз бүгін сұхбатты Анар Жұмахановичтен аламыз. Саламатсыз ма? Бірінші сұрағым, сіздің ойыңызша жаһандану процесі дегеніміз не? Ол жалпы жаһандану процесін бір сөзбен айту өте қиын, ол өте үлкен, күрделі бір мәселе. Жалпы менің ойымша, енді оны жеңілдетіп айтатын болсақ, жаһандану бұл әлемнің бірлесуі, яғни бір қосылуы, бір-біріне ұйқастырылуы, яғни барлық мысалы тіл жағы, мәдениет жағы және өмір сүру жаңағы моделін бірлесе отырып бір неге келу, бір модельге келу деген айқында, менің ойымша солай. Жарайды, ал жаһандану сізге қандай оң әсерін беруде? Енді жаһандану мәселе енді өзі туралы өтетін болсақ, жалпы жаһандану процесі интернационализммен бір ұштасып келеді. Жалпы мен өзім туралы айтып кететін болсам, шетелдік әріптестермен жұмыс жасау маған өте өзінің бір оң
әсерін тигізді. Себебі барлық осы шетелдік азаматтармен жұмыс жасай келе олардың тілін жаңағы мәдениетін біліп мен өзімді өстім деп санай аламын. Рухани жағынан да мәдени жағынан да олардың жаңағы мәдениетін түсінгеннен кейін мысалға тілді, менің ойымша тілді білу қана қоймай оның мәдениетін әр елдің мәдениетін түсіну керек. Сол кезде сен әлемдік жаңағы жүйеге өзіңді бейімдей аласың да. Сол себептен осындай бір өзімді өстім, осылай маған оң әсерін тигізді. Ал сіздің ортаңыздың өзгеруіне жаһандану қаншалықты әсер етті деп ойлайсыз? Ортама әрине ол үлкен бір әсерін тигізді деп ойлаймын. Себебі мен қазіргі таңда мысалы балаларым, мен өзімді айтып кететін болсам, мен балабақшада мысалға ағылшын тілі түгіл орыс тілін де дұрыс білмейтін, қазақ тіліне көбінесе қазір ғой енді кішкене орысшалау болып кеткен, өкінішке орай. Бірақ мен мысалы қызымды алатын болсам, өзінің кішкентай қыздарым бар, 2 қызым. Олар мысалға қазір ағылшын тілінде мультфильмдер қарайды, кезінде тек қана сол орысша қарайтын немесе қазақша. Олар қазір менің ойымша олар менен де қазір 5-те, менің ойымша мен ондай деңгейде болған, білім жағынан ондай деңгейде болған жоқ, мен 5-те болғанда. Бұл менің ойымша бұл жаһандану процесінің оған тиген әсері мен арқылы балама. Ал енді жаһанданудың қандай теріс әсері айтсаңыз өзіңіздің? Енді теріс әсерін деген оны енді ақырын айту керек, себебі теріс әсерлері де болуы мүмкін. Әрине бұл өзіміздің жаңағы ұлттық идентификация дейді ғой, яғни оның жойылуы мүмкін. Себебі қазір барлық қарасақ киім жүргеніміз бірдей болып бара жатыр. Мысалы қай жерге барсаң да, мысалға Ұлыбританияға барсаң да, Америкаға барсаң да, сол киген джинсымыз және киген үстімізге жаңағы галстук, шалбар барлығы бірдей болып бара жатыр да. Бұл менің ойымша жаңа ұлттық өзіміздің немізді жоғалтуға әкелетін сияқты бір сондай бір негіз болатын сияқты. Жарайды, және болашақта осы жаһандану процесі өзіңізге және өзіңіздің ортаңызға қандай өзгерістер тигізеді деп болжайсыз өзіңіз? Енді әрине жалпы жаһандану процесі тіл жағынан бір менің ортама әсерін тигуі мүмкін. Мысалға қазір ағылшын тілі әлемдік тіл болып кетті. Жалпы жаһандану процесінің бір тілі деуге де болады. Сол менің ойымша жалпы біздің ортамызға тиген, өздеріңіз де білетін шығарсыз, оқушылар сияқты. Мысалы оқушылар тарапынан сіздер көріп жүрсіздер, қазір ағылшын тілінде сөйлейтін көп адамдар пайда болды. Осы Ақтөбе қаласын айтып кететін болсақ, мысалы өздеріңіз араңыздан жыл сайын бізден 100-ден астам оқушы мектебімізді бітіріп жатыр. Енді қазіргі таңда 5 жылдықта біз 400-ге жуық таза ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар Ақтөбеде пайда болды десек те, бұл үлкен бір бізге сан. Менің ойымша бір 10 жылдықта ондай болмайтын бізде Ақтөбеде. Жалпы енді біздің ортамызда айтатын болса. Рахмет, көп Сізге де көп рахмет. Бірінші сұрағым бұл, сіздің ойыңызша жаһандану дегеніміз не? Жаһандану дегеніміз менің ойымша бүкіл әлемдегі елдердің, әртүрлі ұлттардың, халықтардың интеграциясы. Бұл тек қана елдердің емес, экономикалық жағынан болуы мүмкін, саяси жағынан болуы мүмкін, немесе әлеуметтік жағынан, я болмаса мәдени тұрғыдан солардың барлығының бірігуі. Ал жаһандану сізге қандай оң әсерін тигізуде? Жаһанданудың артықшылықтары менің ойымша біздер бұрынғы кезде кеңес үкіметінің кезде өмір сүргенде біздің ата-аналарымыз мысалға жаңа технологияларға, заманауи заттарға мүмкіндіктер болған жоқ алуға. Ал қазіргі таңда біздер осы жаһанданудың арқасында мысалға Америкада ұстап жүрген жастардың планшеттерін немесе айпадтарын, айфондарын біздер Қазақстанда отырып біздер де пайдаланамыз. Міне сол жаһанданудың ең қарапайым мысалы деп есептеймін. Сіздің ортаңыздың өзгеруіне жаһандану процесі қаншалықты әсер етуде? Менің ортамның өзгеруіне жаһандану оң әсерін тигізуде. Мысал ретінде айтатын болсақ, менің ортам айналамдағы адамдар қазіргі таңда ағылшын тілін үйренуге құмартып кетіп жатыр. Соның өзі жаһанданудың оң әсері деп білемін. Төртінші сұрақ болды. Сізге жаһандану қандай теріс әсер тигізуде? Мен үшін теріс әсері әрине кез келген нәрсенің жақсы жақтары болады, жаман жақтары болады. Егер осы жаһанданудың теріс жақтарын тоқталатын болсақ, бұл әрине біздің жастардың қазіргі таңда ана тілін, қазақ жастарының қазақ тілінде сөйлемеуі. Бұл әрине жаһанданудың теріс жақтары. Немесе біздің салт дәстүрлеріміздің кейбір жоғалтылуы
сатып ала бастауы бұл негізі заңды құбылыс жаһанданудың теріс жақтары деп есептелінеді. Осы мәселелерді ескере отыра, сіздің ойыңызша болашақта жаһандану процесінің бүгінгі күні қарқынды жүруіне байланысты өзіңізге және ортаңызға қандай өзгерістер әкеледі деп ойлайсыз? Жаһандану негізі жақсы өзгерістер әкеледі деп есептеймін, өйткені бұл жаһанданудың арқасында біздер жаңа мүмкіндіктер аламыз. Технологиялық жағынан, экономикалық жағынан, қарапайым тауарларды сатып алу, экономикалық тұрғыдан алатын болсақ, біздер үшін үлкен мүмкіндік. Бірақ әлі күнге шейін жаһандануға бізде кейбір кедергілер бар. Сол кедергілерді біз жоюымыз керек. Ол заманның жаңа 21-ші ғасырдың талабы. Мемлекет ашық болса, ол халыққа мүмкіндік береді. Сондықтан да жаһанданудың қарапайым халық үшін әкелер үлесі өте жоғары. Әрине, бұның кейбір адамдар бар жаһандануға қарсы. Ондай пікірлердің болуы да дұрыс деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сіздің ойыңызша жаһандану процесі дегеніміз не? Жаһандану ол заманның ағымы, жаңа технологиялардың дамуы, жаңа көзқарас, болашаққа жаңаша бастау. Сол? Жарайды, ал жаһандану сізге қандай оң әсерін берді деп ойлайсыз? Енді көп елдердің қатарына, бізден өзге елдердің қатарына қосылу шығар. Ал сіздің ортаңыздың өзгеруіне жаһандану қаншалықты әсер етті? Барлығына да әсер етеді ғой. Болашақта жас буындарға көп әсер етіп отқан сияқты. Процестің тез жүруі. Жарайды, ал жаһандану қандай теріс әсерін тигізеді деп ойлайсыз өзіңізге? Теріс әсері. Енді әрбір адам теріс әсері көп тигізе қоймайды, егер де оны дұрыс пайдаланған нәрсе. Жарайды, ал болашақта сіздің ойыңызша жаһандану процесі өзіңізге және ортаңызға қандай өзгерістер тигізеді деп болжайсыз? Жай болжаңыз, болашақта не болады? Болашақта алдап көре жатырмыз, білмеймін. Айта алмаймын, ештеңе жоқ. Как вы считаете, что означает глобализация? Глобализация – это сотрудничество стран сотрудничество всех стран между друг другом. Как вы считаете, какое положительное действие на вас оказывает глобализация? То, что я пользуюсь смартфонами, которые я могу пользоваться интернетом, я могу пользоваться технологиями, которые выбраны не в нашей стране, я могу обучаться новыми профессиями, я могу узнавать новые традиции, я могу разговаривать на разных языках и так далее и тому подобное. Это очень влияет тому, что происходит сотрудничество между многими странами. Как вы считаете, как глобализация влияет на ваше окружение? Мое окружение положительно в данном случае влияет, потому как идет научный прогресс, и Казахстан недолго отстает от этого, поэтому мы берем множество примеров из-за рубежа. Каково негативное влияние на вас? Негативно то, что множество сейчас молодежь, в особенности делает акцент на Запад, теряет свои собственные традиции. Как вы считаете, каково будет влияние глобализации в будущем на вас и на ваше окружение? Ну, всегда надеюсь на лучшее. В данном случае надеюсь, что это будет влиять только положительно, то, что Казахстан также будет развиваться, модернизироваться, и наоборот, наши традиции и обычаи, которые сейчас в Казахстане, будут знать за рубежом. К примеру, таким сейчас идет Дания. Сейчас они используют наши юрты. Спасибо. Пожалуйста. Берілген зерттеу бойынша біз 5 мұғалімнен сұхбат алған болатынбыз. Осымен біздің сұхбатымыз және де зерттеу жұмысымыз тәмам болды. Жалпы қорытындылай кететін болсақ, ең бірінші сұрақ жаһандану дегеніміз не деген сұраққа жауап бере кететін болсақ, 5 интервью беруші адамдардың ойынша ол әртүрлі. Өйткені әркімге жаһандану процесі мысалға біреуіне мәдениет туралы болса, біреуіне тіл және де нені тыңдайтыны және де қоршаған ортасына әртүрлі әсер етеді екен. Келесісі ол екінші сұрақ ол қандай оң әсері бар дегенде, әркім мысалға музыканы тыңдау және де батыстың және шығыстың музыкасы мен мәдениетін игеру көп полимәдениеттілікті ұстану туралы айтып кеткен болатын. Келесі ол біздің ортамызға жаһандану қалай әсер етті дегенде, жалпы қандай өзгерістер енгізді, ол яғни тілге байланысты көптеген өзгерістер енгізді деп айтқан болатын. Сонымен қатар төртінші сұрақ ол әрине қандай теріс әсер тигізді. Ол көбінесе біздің мәдениетімізді мен тіліміздің жойылып бара жатқандығын қозғаған болатын. Келесі ол болашақта қандай
өзгерістер енеді. Ол яғни біздің осы көп полимәдениетті елге нақты түрде ауысуымызбен және де көптеген елдерде тек қана ағылшын тілінің ғана бір тілді тіл ретінде ұстануы болып келеді.